Сәлем қыздар, бүгін сіздермен балды торт жасаймыз. Оқтау қажет етпейді, құрамы жеңіл, және де жасалу жолы оңай. Ең алдымен май мен балды су банясында жақсылап бірікпелге араластырып аламыз. Май әбден араласып біркелкі болуы тиіс. Міне бізде жақсылап араласты екеуі. Енді үстіне содамызды қосамыз. Сода көпіршігенше осылай араластырып тұрамыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай көпсіп, әдемілеп көпіршіп шықты. Енді жұмыртқамызды ыдысымызға салып, шекер екеуін жақсылап араластырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араласып жатыр. Миксермен де араластыруға болады. Одан кейін ұнымызды қосамыз. Бізге 380 грамм ұн керек. Жаңағы табамызға ұнды сабаламыз. Мен кішкене жан-жаны шашырамасын деп араластырып жіберемін. Міне қандай әдемі, қоңыр, сондай қоймалжың, әдемі қамыр шықты. Біркелкі. Тұрғандарыңыздай қамыр өте әдемі араласқан. Содан кейін 2 ыдысқа жаймалап сабаламыз. Міне пісті қамырларымыз. Енді крем дайындаймыз. Мен кремді 3 нәрседен жасадым. Қант қостым, сливки қостым, қаймақ қостым, кішкене қойытылған сүт қостым. Бәрін араластырып алдым бір массада. Осында әдемі крем шықты, тәтті, дәмді. Енді жаңа жан-жағын кескеннен қалған қамырларды осылай қолмен езіп аламыз. Содан кейін жаңағы балды тортымыздың үстін әрлеуге көшеміз. Міне әп-сәтте балды тортымыз дайын болды. Жөп-жұмсақ, ауызда ерейтін, оңай, құрамы жеңіл торт пайда болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Ақмарал Исақова. Менің каналым ұнап жатса, қолдап, пікір қалдырып кетіңіздер.